Сәлем, достар. Көпшіліктің сұрауы бойынша бүгін біз жалғыз деңгейге көтеру анимесінің 3-ші маусымында қандай оқиғалар болатынын маңдай желісі бойынша талқылаймыз. Бастамас бұрын арнаға жазылып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі бөлімдер мен жаңа маусымдарға қатысты видеоларды бірінші болып көресіздер. Бір ұсыныс. Егер бұл видео 300 лайк жинаса, немесе арна 500 жазылушыға жетсе, келесі бөлімді бірден шығарамын. Ал егер күтіп отырмай, келесі бөлімнің тез шыққанын қаласаңыздар, лайк басып, пікірге жалғасы керек деп жаза кетіңіздер. Жоспар бойынша келесі бөлім сенбі күні шығады, бірақ көрсеткішке ертерек жетсек, видеоны да ертерек жүктеймін. Сондықтан қолдап кетіңіздер, достар. Ал енді бастайық. Жен Аралда жан тапсырған барлық аңшылардың жерлеу рәсіміне қатысады. Сол жерде ол дәрігер аңшымен қоштасып, ауыр жоғалтудың салмағын терең сезеді. Рәсім аяқталған соң, Жен атамен кездеседі. Ата Жен оға сұрақ қояды. Сен Аралға бір қақпан құрып қойдың ба деп сұрайды. Ата түсіндіреді. Аралда тазаламақ болған барлық аңшылар естерінен талып қалыпты. Жен бұған қатты таңдалып, жоқ, мен ешқандай қақпан құрмадым дейді. Осылайша ата мен Жену кездесуі аяқталып, Жену машинасына отырып кетуге дайындалып жатқан кезде, оған қатты қызыққан Американың аңшылар серіктестігінің агенті Адам келеді. Адам Женуға айтады: саған бір құпия мәлімет беремін, бірақ алдымен сен күш еселейтін аңшылар туралы білесің бе? Олар сенің күшіңді 2-3 есеге дейін арттыра алады. Бұл дегеніміз, Америкада ерекше бір жалғыз аңшы бар екен. Ол кез келген аңшының күшін 2-ден 3 есеге дейін күшейте алады. Содан кейін Женуға Американың азаматтығын алып, үлкен көлемде жалақы береміз деп, Американың аңшысы болуды ұсынады. Ал Жену бұл ұсынысқа мүлдем қызықпайды. Ол сөздің турасын айтады. Жаңағы адамның күшін арттыратын адамдарды шақырыңдар, солармен сөйлесейік дейді. Осылайша, Селнер деген американдық күш қосатын аңшы келеді. Ол өзінің қабілеттерін толық баян етеді. Бұл дегеніміз, екінші рет жаңартылған аңшылардың күшін 2-3 есеге дейін арттыра алатын тылсым қабілеті бар аңшы екен. Ол ешқандай шайқасқа әсер етпесе де, шайқасқа баратын аңшылардың күшін арттыра алады. Селнер Женуға: сенің күшіңді 20-дан 30 есеге дейін арттыра аламын. Бүгін 10 есеге дейін арттырамын. Ал ертең тағы да кездескенде сенің күшіңді 30 есеге дейін арттырамын дейді. Сол кезде Жену ішінен ойлайды: біздің елдің аңшысы Хан Донг Сук не үшін Америкаға кетті десем, мынадай ұсыныстан кім бас тартсын? Адам оған жеңілдік ұсынады. Біз саған жеңілдік жасайық. Бүгін Селнер сенің күшіңнің аз ғана бөлігін арттырсын дейді. Сол кезде Селнер Женудің қолын ұстап: сен менің күшіме әлі тәуелді боласың. Сен менің күшімді қалайтын боласың дейді. Осылайша, Селнер Женудің қолын ұстап, оның ішіне күшін қосу үшін ішкі өзегіне өтеді. Женудің ішіне кірген Селнер қап-қара түнекке түсіп кетеді. Сосын, қатты айқайлап, шыңғырып жіберіп, орнынан артқа қарай ұшып кетеді. Бұны көрген Селнердің қорғаушылары Женуға келіп: сен біздің Селнерге не істедің? Селнер ханымға не істедің дейді. Сол кезде Адам түсіндіреді: сендер молықтарыңды түсіріңдер. Қазір кімнің алдында тұрғандарыңды білесіңдер ме? Сосын бір аңшыны иығынан ұстап: егер сендер бұл аңшыны өлтірген болсаңдар, біздің мемлекетіміздің аңшылар серіктестігінің басшысы мен Смит екеуі сендерді кешірмейтін еді, дейді. Сосын Адам Женудан кешірім сұрап, келесіде тағы кездесу ұйымдастыратынын айтады. Осылайша Жену кетеді. Жену кеткен соң, Селнер ойлайды: ол хан емес, ол құдай. Ол хандардың ішіндегі құдай, күші шексіз, көздеріне қарағанда ешкім әсер ете алмайды. Оның қандай дәрежедегі аңшы екенін білмеймін. Бәлкім, ол мемлекеттік, бәлкім, әлемдік деңгейдегі аңшы шығар, бірақ ол құбыжық. Оны тоқтату мүмкін емес. Оның ішінде ешқандай шек жоқ дейді. Сол сәтте Женудің үйіне баратын жолда би дәрежесіндегі портал пайда болады. Ата Женуға хабарлайды: сенің үйіңнің аумағында би дәрежелі портал шыққан екен. Сен оны барып жаба аласың ба? Жену: оған аңшылар серіктестігінің рұқсаты керек. Менде рұқсат жоқ дейді. Ата: аңшылар серіктестігінің рұқсатын кімнен алады? Жену: сізден. Ендеше бара бер. Мен рұқсатымды бердім дейді. Осылайша Жену порталға келеді. Жолда көптеген адамдар жүр. Сосын портал алдында көзілдірікті, басы допқа ұқсайтын бір әйел шығып: сен қанша ес дәрежелі аңшы болғаныңмен, мен сені бұл порталға кіргізе алмаймын. Бұған аңшылар серіктестігінің рұқсаты керек дейді. Ал Жену болса: менде рұқсат жоқ, бірақ сен мына қоңырауға жауап беріп көр деп телефонын ұсынады. Телефонды алған бетте аңшылар серіктестігінің директоры екенін біліп, рұқсат береді. Осылайша Жену порталға кіреді. Жену порталға кіргенде, портал қызыл түске боялады. Айта кетейік, қызыл түске ес дәрежелі, яғни ең жоғары дәрежелі портал болған сәтте боялады. Жену бұл сәтті бірден түсінеді. Мынау ес дәрежелі екен ғой деп, өзінің барлық көлеңке әскерлерін шығарып, бір күннің ішінде порталды жауып тастайық деп, ондағы барлық құбыжықтармен шайқасуды бастайды. Сол сәтте Женудің әкесі өзінің 10 жыл бойы қамалып шығып келген порталына қайта кіреді. Ол кіргенде алдында денесі көк ақ қыраулы, ақсақалды бір қарая тұрады. Сонда көлеңке: құдай Азияның бір кішкентай мемлекетінде болғаныма дейді. Сол кезде Женудің әкесінің көздері сары түспен жарқырап: сен айтып тұрған Азияның кішкентай мемлекеті деп, елемей тұрған мемлекет Корея ма деп шабуылдайды. Ал қарсылас еш қиналмастан алдына мұздан қалқан шығарып қорғанады. Осы сәтте кадр ауысады. Сол кезде Жену қызыл порталдың ішінде қолына бір қара кілт ұстап тұрады. Бұл кілт естеріңізде болса, 2-ші маусымда шайтандар ханымен шайқасып жатқан кезде алынған сыйлық кілт.
оны пайдалану үшін деңгейі 100-ге толған болуы керек. Ал Жен, оның деңгейі қазір 100-ге толған. Женің өзінің қабілетін керектеніп, кілт туралы ақпарат алады. Ол қабат портал, Құдайлар сарайы деген жазуларды көреді. Сол сәтте ол бірден түсінеді. Бұл өзінің бірінші маусымда барып, өлтірген ескерткіштердің орналасқан Құдайлар сарайы екен. Жену ойлайды. Жүйе мені пайдаланып, енді осы жерге баруды қалайды. Сонда есік мені қайта шақырып тұрма. Мен бұрын кірген кезімнен мүлдем басқамын және күшейдім. Сәл күте тұр. Мен саған қайтып баратын боламын дейді. Жен офиске келгенде алдынан Жинхо шығып. Біздің ұйымға 3 аңшы керек, ал қазір екеуі табылмай жатыр. Сондай-ақ, ұйымға атау ойлап табуымыз керек. Жалғыз шайқасатын деп атайық. Қалай қарайсың дейді. Жинхо, ағам, менімен қалжыңдасып тұрған шығар деп ойлайды. Сол сәтте есік қағылады. Шафи аңшы келеді де, Жен оның ұйымына қосылғысы келетінін айтады. Жен, сен қалайша біздің жалғыз шайқасатын ұйымына кіресің? Мен мұнда өзім жалғыз боламын дейді. Шафи қатты таңдалып, ұялып, беті қызарып кетеді. Жену болса, бетіңнің қызаруы температурадан ба деп ойлайды. Содан кейін Жену, бізде саған беретін жалақы жоқ, дейді. Шафи, маған жалақы қажет емес, дейді. Негізінде, шын мәнінде Шафи Женуды қатты жақсы көріп қалған болып шығады. Мен жай ғана өзіме ыңғайлы жерде болғым келеді дейді. Жену ойлайды, бұған не болды? Бұл менен бір нәрсе жасырған сияқты, маған айтпай отыр деп. Сосын Жену ойлайды, егер Шафи аралдан алған күйзелісі бар деп. Ұйымға кіру үшін емтихан аламын дейді. Емтиханда Шафи Жену таңдап берген әскермен шайқасып, жеңсе, ұйымға қабылданады. Шафи, сіз мені төмен бағалап тұрған сияқтысыз. Мен дайынмын, бірақ әскеріңіз кім дейді? Жену, менің ең мықты әскерлерімнің бірі. Енді жүр кеттік. Аңшылар серіктестігінің дайындалатын аренасына барайық дейді. Шафи, жарайды деп машинасына бара жатады. Жену болса, машинамен бармаймыз, басқа нәрсемен барамыз дейді. Беріп келді деп, Шафиді кеудесіне тартып құшақтап, ауыстыр дейді. Осылайша олар аңшылардың дайындалатын аренасына жетеді. Ал осы кезде Жену көлеңкені ауыстыру әдісін қолданады. Бір рет қолданғаннан кейін 3 сағаттан кейін қайта пайдалануға болады. Және бұл әдіс тек көлеңкені ғана емес, өзімен бірге адамды да ауыстыра алатын етіп жетілдірілген екен. Мен қаруымды тасап кетіппін дейді Шафи. Жену болса, қайсы ол, ана соқпан ба дейді. Бұл кезде Шафи сәл ұялып қалады. Ол аңшылар серіктестігінің қоймасынан өзіне қажетті семсерді алып шығады. Ал Жену өзінің әскерлерінің ішінен Игристі шақырады. Сайыстың шарты өте қарапайым. Игрист жоғалып немесе жеңілгенге дейін, болмаса Шафи жеңілгенін мойындағанға дейін жалғасады. Жену болса Игристке шайтан ханнан тартып алынған шайтан ханның қылышын береді. Бұл қылыштың қаншалықты қуатты екенін біз аралда Жену құмырсқаларды тазалаған кезде көрген болатынбыз. Осылайша Шафи мен Игристің арасындағы сайыс басталады. Аңшылар серіктестігінің директоры, яғни біздің атамыз, бұл сайыстан шыққан маналарды бірден сезеді. Және офисіндегі компьютер арқылы аренаның камераларын бақылайды. Бұнда не болып жатыр дейді. Атаның камерасынан біз Жену мен Шафидің енді кіріп келе жатқанын көреміз. Содан ата, ғашықтар келген екен, дейді де барлық камераларды өшіртеді. Жастық шық, мен де жас болсам, осылармен бірге дайындалатын едім. Қазір қартайдым деп өткен шағын еске алады. Шафи Игристі жеңгенін көреміз. Әрине, ол да енді ес дәрежелі аңшы, нашар болмайтыны сөзсіз. Сосын Женуға қарап, сенің ең мықты әскерің мынау ма деп Игристі кемсіткен сияқты айтады. Сен маған ең күшті әскерімді шығарамын дегенің қайда, өткендегі құмырсқаны шақыр дейді. Ал Жену, оны шақырсам, сен жаралануың мүмкін дейді. Шафи бас тартпай қояда Жену беруді шақырады. Есіңде болсын, оны жаралауға болмайды. Жай ғана әлсіз екенін түсіндірсең болды. Егер жаралайтын болсаң, мен сені аямаймын деп ескертеді. Осылайша беру бір ақырған кезде Шафидің барлық травмалары оянады, және осы сәтті пайдаланып тырнағын шығарады. Жену қарап, мен саған ескерткен жоқпын ба, тырнақтарыңды жоғалт деп ескертеді. Беру, айтқаныңыз болсын, әміршім дейді. Беру Шафидің артына көз ілеспес жылдамдықпен келеді. Шафи артқа шыққанын сезіп, қылышпен шаумақ болғанда, Беру еш қиындықсыз Шафидің қылышын ұстап алады. Сосын ол Шафиға, әміршім маған жалғыз тапсырма береді. Ол сені жарақаттамай, сенің шейхасқа деген жігеріңді құм қылып жіберу, бұл мен үшін өте оңай дейді. Және Беру Шафидің барлық соққыларынан жалтарады. Еш шабуыл жасамайды, тек жалтараумен болады. Сайыс арасында еш шабуыл жасамаған Беру Шафидің дәл қарсы алдына келіп, қатты айқайлайды. Сол кезде қатты қорыққан Шафи ұшып кетеді. Сол кезде Беру, адам баласы өзінің күшінің қаншалықты дәрежеде екенін бірден білу керек. Оның күшіне қарап, аң ба, әлде аңшы ма екенін ажырата білу керек дейді. Осы кезде Берудің табиғаттан берілген жыртқыштық қасиеті оянып, тырнағын шығарып, Шафиға аяусыз шабады. Сөйтіп жатқанда, Шафи да өзінің қылышымен Беруді шаппақ болады. Ал Берудің өткір тырнағы Шафидің қылышын бөліп түсіреді. Шафи тоқтамай энергиясын пайдаланып Беруді шауып түсірмекші болады. Осы кезде Берудің жыртқыштық қасиеті ең жоғары дәрежеге оянып, жауыңды өлтір, әміршімді қорға деген сигнал басына жетеді. Осы сәтте Беру өзінің барлық қабілетін шығарып, Шафиді өлтірмекші болғанда Жену тоқтатады. Сен бұлай істемеуің керек еді дейді. Беру қатты қорқып, тізерлеп отырып, кешіріңіз, әміршім деп кешірім сұрайды. Жену Шафиға қарап, сен өзіңнің жаныңды аямай өлімен арпалысып, неге біздің ұйымға кіргің келеді? Сен маған ғашық болып қалған жоқсың ба дейді. Шафи қатты ұялып, беті қызарып кеткенде Жену ойлайды, ғашық емес екен деп. Ал Шафи,
Жеңу, мен саған ғашықпын, мен сені сүйемін дейді. Оқы, осылайша бүгінгі видеомыз аяқталды. Келесі бөлімді уақытында көргің келсе, лайк бас, жазылуды ұмытпа және достарыңа таратуды ұмытпа.